Құрметті көрермендер, көктем айы ағаштардың жапырағын жайқалтып жайып жатқан кезеңі, гүлдеп болып өнімге отырып жатқан кезеңі байқалады. Осы кезде түрлі аурулар мен зиянкестердің біздің алма ағаштарымыз, түрлі жеміс ағаштарымызға шабуыл жасап, зақым тигізіп жататын уақыты. Дәл қазір менің қасымда алма ағашы тұр. Бұл ағаштың көп жеміс ағаштарын, жалпы көптеген ауыл дақылдарына кездесетін ауру басталып жатыр екен дамуы. Бұл ақұнтақ деген ауру. Бұның ақұнтақ деген ауру. Ұн сияқты ата қайып тұрғандай осындай белгіде болады. Ол тек қана жапырақ емес, мынандай бір жоғары жапырақты жас жапырақтардан бастап, бүкіл төмен қарап тарала береді. Және бұлардың зияндылығының көрсеткіші бұл тек қана жапырақ емес, жапырақтан бұтақтарға өтіп, бұтақтардан түйіндерге өтіп, және үлкен түйнектерге де бұл зақымдай алады. Және бұлармен дұрыс күресілмесе, ақұнтақ ауруымен, бұл өнімділікті 80%-ға дейін төмендетіп жібереді. Бұлардың ең дамитын кезеңі, яғни бірінші пайда болатынын айтайық. Қалай пайда болады? Бұлар қыста ағаштардың бүршіктерінде қуыстап, сол жерде қыстап шығатын болады. Көктемде осы ағашта бүршік атып жапырақ шығарып жатқан кезде бірінші зақымдауы сол кезде болады. Бұлар үшін ең тиімді уақыт күндізтік болғанда, ағаштар әлсірегенде, немесе күндізгі түнгі температураның бір-бірімен айырмашылығы болып, ылғалдылық жоғарылаған кезде бұлар жақсы дамитын болады. Және бұлардың тигізетін зардаптары өте көп, түйнектерге түсіп қалуына да әсер етеді, ағаштарыңыз қатты әлсіреуіне алып келеді. Және дәл қазір бүгін осы ағашты өңдеу жұмыстары жасалды. Бұл ағашта тек қана ақұнтақ ауру емес, бұл жерде өрмекшікенен де табылды, және де жапырағын жегіш листоверка болды табылды. Солардың барлығына қарсы өңдеуді жасалынды. Мынада енді алдағы уақытта мына ауру тоқтап, өз тіршілігін жоятын болады. Енді алдағы уақытта да олардың шамамен даму уақыттары бір 10 күн, 14 күнге дейін, келесісін осы 2 аптадан кейін қайталап байқап көруге болады.